Түркістан облысы Келес ауданында жоғалып кеткен 8 жасар баланы іздестіру жұмыстары тәулік бойы тоқтаусыз жүргізілуде. Оқиға бойынша барлық жауапты қызметтер жұмылдырылып, іздеу шаралары күшейтілген. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, бала өзенге аяқ киімін аламын деп түсіп, содан кейін хабар ошарсыз кеткен. Осыған байланысты негізгі іздестіру жұмыстары өзен жағалауы мен су айдындары бойында қарқынды түрде жүргізілуде. Қазіргі таңда іздеу жұмыстарына 200-ден астам адам қатысуда. Сонымен қатар 20-дан астам қайық, 4 дрон және 50-ге жуық арнайы техника тартылған. Іздеу құтқару шараларына төтенше жағдайлар департаменті, полиция қызметкерлері және жергілікті атқарушы органдар белсенді түрде қатысуда. Мамандар әрбір ықтимал аумақты жіті тексеріп, заманауи техникалардың көмегімен аумақты толық бақылауға алуда. Құтқарушылар күндіз-түні тынымсыз еңбек етіп, іздестіру жұмыстарын кең көлемде жалғастырып жатыр. Өкінішке қарай қазіргі уақытқа дейін бала табылған жоқ. Дегенмен жауапты қызметтер үміт үзбей іздеу жұмыстарын жалғастыруда. Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға су айдындары маңында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды және балаларды қараусыз қалдырмауды ескертеді. Шардараны құтқару қызмет азаматтарынан сұрашы, жалпы қалай жүріп жатыр іздеу жұмыстары? Мынау оқиға орнынан бірінші іздестіру тобымыз қазір азырынан бері сол оқиға орнынан артып келіп, арнайы күдікті жерлерді тырмалап, жаңа өзіміздің құрылғылар берілді, құралдар берілді. Сонымен тырмалап, қазып көріп жатырмыз. Сол қазір нәтиже болмай жатыр. Қосымша қабыл береміз. Қанша азамат келдіңіздер Шардараға? 5 азамат қол бізде. Бір техника, бір қайық бар, моторлы. Жұмылдырып, Чимиттен келді, Түркістаннан келді. Ағысы өте қатты. Аудан әкімінің орынбасары боламын, Дәурен Сариев. Бізде бүгінгі күнге бекітілген 2 аудан әкімінің орынбасары бірге жүрік. Аудан әкімінің тікелей тапсырмасына сәйкес, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, 190-нан астам адам қамтылған. Барлықтарымыз міне водолаздардың арқасында тиісті жұмыстар жүргізіп жатыр. Алайда бірақ қазіргі таңда өкінішке орай әлі бала табылған жоқ. Үміт үзбейміз. Бүгін кешке дейін қара түн болғанша осыны жұмыс жасаймыз. Жұмыстың жағдайы 23 күн жоғалғаннан бастап таныспыз. Одан кейін бермен қарап табылып қалма деген ниет болған облыста, бірақ ұзаққа созылғаннан кейін еріктілердің басын қосып жинап келіп жатырық. Қазір біз осы төңірекке жақын Шардара, Жетісай аудандағы басшыларға шығып, қосымша қайықтар алдырып, іздестіру жұмысына атсалысып жатырмыз. Алдағы уақытта табылып қалар деген ниетіміз бар. Басқа енді ештеңе айта алмаймын. Жұмысты жоққа да шығара алмаймын. Барлығы өз деңгейінде жүріп жатыр. 20 шақырым жүріп шықты бүгінгі. Судың асты, судың жан-жағы. Одан қалай лишний өзім 8 шақырымда где-то қайықпен өзім көріп шықтым жағалаулар. Қазір данный время енді бұл жерде мәселе сетканы қою. Одан қаларса енді бұл жерде уақытты жоғалтып алғанымызда біз негізі талап бойынша мынау іздестіру несі, мысалы бас жағынан емес, соңынан бастап былай келу керек та. Сонда біз болмайды.